Алейкум достар, мен бүгін сіздерге ежелгі парсы патшалық жайлы айтамын. Оны айтпастан бұрын каналға тіркеліп лайктарыңызды бассаңыздар. Сонымен кеттік. Парсы патшалығының құрылуы. Иранның үстіртінің оңтүстігінде, Бабилонның оңтүстік шығысында парсы тайпалары өмір сүрген еді. Олар сыртқы жауларға қарсы күрестің барысында бірігіп тайпалар одағын құрды. Парсы тайпа одағын Ахемен деп аталған рудан шыққан көсемдер басқарды. Солардың ішінде Кир, парсы, Кураш есімді қабілетті көсем болды. Кейбір аңыз бойынша оны кішкентай кезінде бір ерекше заң емізіп асырапты. Одан соң мал бағып жүрген малшы тауып алып тәрбиелеп өсіріпті. Сөйтіп құдіретті аң сүтін нәр алып енді өзі де қасиетті болып өсіпті. Бұл әрине аңыз еді. Дегенмен сол Кир парсы патшаларға одағын күшейтті. Оның басқару жүйесін жетілдірді. Содан соң өзін парсылардың патшасымын деп жариялады. Бұл кездері Бабилонның солтүстік шығысында Медия мемлекеті пайда болған еді. Ассирия мемлекетінің әлсіреуі медиялықтардың күшеюі мүмкіндік берді. Жоғарыда Ассирияның құлауы туралы мәселе айтылғандай, медиялықтар Бабилонның одақтаса отырып әлсіреген Ассирия мемлекеттерін талқандайды. Одан соң медиялықтар Кіші Азияға оңтүстігіндегі парсыларға да өктемдік жүргізеді. Бірақ Медия Бабилонмен одақтас достық қатынасты ұзаққа барады. Екеуінің арасындағы келіспеушілік қанды соғысқа ұласады. Медияның патшасы Астойок, Бабилонша Иштиокбек пен Бабилон билеушісі Надо-Битях соғыс жатқан кезде Кир парсылары медиялық өктемдікке қарсы көтереді. Ол Медия патшасы Астиягянды оңай жеңеді. Медияның жаулап алынғаннан кейін Кир жаулаушылық саясатын кеңейте түседі. Кіші Азиядағы бірнеше мемлекетті басып алады. Бұл кезде Бабилонның өз ішінде алауыздықтар басталады еді. Әсіресе абыздар мен саудагерлер елдегі жиі болып жатқан бүліктер мен көтерілістерге патша билігінің әлсіздігін наразы болды. Оның бәлетін Кир өзінің Бабилон дінінің мәдениетінің қамқоршысы боламын, елде тыныштық орнатамын деп мәлімдеді. Сондықтан оны Бабилондық абыздар қолдады. Саудагерлер де үмітпен қарады. Кир оларға арқа сүйей отырып барлық әскерін бастап Бабилонға басып кірді. Бабилон парсы патшалығының қосқаннан кейін Кир әскерлерінің батысқа аттанды. Кешегі Египетке тәуелді болған Фикиния мен Палестина халықтары парсыларға қарсылық көрсете қоймады. Бұдан соң Кир Орта Азия жауынгер сақ тайпаларының жеріне өзін қаратуға ұмтылды. Бірақ оның сақтарға қарсы жорығының сәтсіздікпен аяқталуы туралы сендер Қазақстан тарихынан білгенбіз. Ол жорығында барысында парсылар талқандалды. Кир өзі қаза табады. Оның орнына ұлы Кабиз патша болады. Ол Египетке жорық жасап, оны бағындырады. Сөйтіп шығысқа, Орта Азияға, батысындағы Жерорта теңізі мен Египетке дейінгі аралықтарды алып жататын ірі парсы патшалығы құрылады. Өздерінің білсеңдер, ертеректе бұл орасан зор аумақта бірнеше ірі мемлекеттер өмір сүрген енді олардың халықтары парсылардың өктемдігіне бағынуға мәжбүр болды. Парсылар ежелгі дүниедегі алғашқы империя құрды. Дарий бірінші, оның ішкі-сыртқы саясаттары. Камбизия Египеттен қайтып келе жатқанда қайтыс болады. Бағындырған халықтар парсы өктемдігіне қарсы көтерілістер шықты. Парсы патшасының тағына біздің заманымыздан бұрынғы 522 жылы бірінші Дарий, парсы патшасы Дарийбуш отырды. Оның билігінің алғашқы жылдары көтерілістердің басуымен өтті. Көтерілістердің орасан зор мемлекеттік жекеленген аймақтар арасында байланысты нашар екенін, мемлекетті басқару жүйесін реттеу қажеттігін көрсетті. Көтерілісті басып тағына мықтап отырғаннан кейін Дарий бірінші мемлекетті басқару жүйесін өзгерістер енгізуге қол алды. Алдымен елді 20 аймаққа бөлді. Әрбір аймақта патша тағайындаған басшылар басқарды. Аймақтарды белгілі бір көлемде патша қазынасына салық төлеп отыратын болды. Әрбір
қаймақты әскери бөлімдер тұрды. Оларды тікелей патша тағайындайтын әскербасылар басқарды. Оларды аймақ басшылары емес, тікелей патшаға бағынды. Сондықтан олар әскербасыларға аймақ басшыларының үстемдігінен патшаға шағым айта алады. Ал аймақ басшылары да әскербасылардың үстемдігінен патшаға шағымдануға қақылы болды. Бұл жергілікті билеушілердің патшаға тәуелді ете түсті. Барлық билік патшаның қолында жинала берді. Дарий бірінші енгізген үлкен жаңалықтардың бірі әлемдегі ең таза алтын теңге шығару туралы болды. Ол дарик деп аталады. Оны парсы мемлекеті ғана емес, көптеген басқа елдер де құнды ақша ретінде пайдаланды. Сөйтіп дарик бүгінгі таңдағы америкалық долларлар сияқты халықаралық сауданың негізгі ақша қызметін атқарды. Бұл халықаралық саудадағы парсы еліндегі беделін көтерді. Елдегі сауданың дамуы әрбір аймақтар арасындағы байланысты нығаюы үшін үлкен жол салды. Ол жол сонау Сары қаласындағы басталып, бүкіл Кіші Азияны басып өтіп отырды. Тигр өзенінің бойымен оңтүстікке қарай Бабилон мен Суаз қаласына дейін созылды. Жол бойы әрбір 20 километр жерге бектер мен керуен сарайлар орнатылды. Олар шабармандар мен хат тасушылар аттарымен хабар келесі бектерлерге жеткізуге дайын тұрды. Олар жол арқылы елдің орталығынан патша жоралғылары оның шеткері аймақтарына тез жеткізіп отырды. Бұл жолы сол себепті кейде патша жолы деп аталды. Бұл жолмен сауда керуендері де ағылып жүріп жатты. Бірінші Дарий өз елінің шекарасын кеңейтуде көп көңіл бөлді. Көрші елдерге үлкен жорықтар жасап отырды. Сондай жорықтардың бірі сақтарға қарсы болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 522 жылы Дарий бірінші таққа келген кезде Орта Азия халықтары азаттық үшін күреске шықты. Бүкіл Парбия, Маргиния сағелі көтерілді. Біздің заманымыздан бұрынғы 518 жылы Дарий бір сақтарға қарсы жорықтарды өзі бастап шығуға мәжбүр болды. Орасан зор көп санды әскерге сақтар төтеп бере алмады, бірақ толықтай жеңілмеді де. Ежелгі Грекия тарихшылары сақтардың ерлік істері туралы таңғала жазды. Солардың бірінде сақ сарбазы Шырақтың ерлігі туралы айтылады. Бірінші Дарий басқарған бұл жорықтың да сәтсіздікте аяқталды. Бұдан соң ол елдің басындағы гректер жерін жаулап алуды жоспарлады. Парсылар мәдениеті, Заратуша ілімі. Парсы патшаларының құрамында көптеген халықтар кірді. Парсылар олардың мәдени қажеттіліктерін кеңінен пайдаланды. Өздерінің қажеттілерін ала отырып өзгертіп дамыта түсті. Мысалы, қос өзендік сына жазуының таңбалары азайып 42 әріптік жазу жүйесін жасады. Бұл жазуды жеңілдетті. Бірінші Дарий патшадан Бектустың жазуын қалды. Биік жартысындағы Бектустың жазуына негізін патша істері туралы жазбалар қашалған. Әр елдегі мықты белгілер мен шеңберлерді алдырып өздерін қызмет еткізді. Мысалы, Египет грек дәрігерлері парсы астанасы қызмет атқарды. Заратуша ілімі парсы тіліндегі халықаралық мұра болып жеткен ең көрнекті әдеби шығармасы Авеста Туруша ілімі деп аталды. Ол ілімнің мәні жақсылық, қайырымдылық, құдайды Ахмурда деп жамандық пен қатыгездік құдайы Анарха Манюа арасындағы күрес әлемдік дамудың негізгі дәуірінде басты, яғни Пут, Ахурзама жарық пен жақсылық жасаушы, үй жануарлары мен өсімдіктердің қам қоршысы, оның құрмет тұтып сынатындар мен мал өсіруге, жер шаруашылығымен айналысуға міндетті. Жыртқыштар мен аңдарға жойып, жамандықты болдырмауға тиісті. Ал Анархия Маню жабайы аңдар мен жыртқыштардың қамқоршысы, бейбіт өмір сүріп, еркін еңбекпен айналысу, адамдарға жамандық жасап, қиындық тудырып отырды. Ахурмузиктың да Анархию Манюдың да бағыныштысы перілері болды. Ол екеуінің күресіне осы параллелдері көмектесті. Сондықтан да олардың күресі мыңдаған жылға созылды. Ақыры қайырымдылық құдайы Путы Ахурамазада жеңіске жетті. Заратуша ілімінің бар ерекшелігі болды. Ол бойынша өлген адамның денесін жерге көмуге де, отқа жағуға да рұқсат етілмейді. Ол дене жерде де, отта да ластайды. Өлгендердің денесін жабайы құстарға тастау керек деп
эсептеді. Дарий біріншінің кезінден бастап Ақмороздағы сыйыну кең тарай бастады. Бірінші Дарий Ақморозданы жер аспанда адамдарды жаратушы өзің патшалардың патшасы қасиетті пұт деп жариялады. Сөйтіп Ақмурузада бас пұт деп аспан патшасы, жер патшасы бірінші Дарийдің қамқоршысы деп есептелді. Орасан зор парсы патшалығының құрылуы бірі пұтқа табынуды жалпы мемлекеттіктің қажет етті. Дарийдің мұрагерлері тұсында Ақмуруза парсыларының аспандағы иесі болып танылды. Біздің заманымыздан бұрынғы 1700 жылдары парсы патшалығы құлап, оның орнына жаңа мемлекет құрылды. Достар, видео ұнаса әлеуметтік желіге таратып, енді келетін видеоларымызды күтсеңіздер.